осы нәрсені ұмытпауымыз қажет. Екі түрлі болжам бар. Екеуі де 100% емес, бірақ ғылыми болжам шариғатта дұрыс болып саналады. Мысалға, жаңағы астрономиялық құралдар арқылы ауа райының, жауын-шашынның болжамы, тағы басқа сол сияқты нәрселер. Бірақ дегенмен оның барлығы да 100% деген нәрсе емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям құпия зат бесеу дейді. Ғайыптың кілті бесеу. Оны Алла тағаладан өзге ешкім білмейтін бір 5 нәрсені дейді. Біріншісі ертең не болатыны, яғни болашақты ешкім болжай алмайды, мүмкін емес. Екіншісі әйелдің кімді нені босанатындығын. Үшіншісі жауынның қашан жауатынын. Төртіншісі кісінің қай кезде, қай уақытта, қай жерде өлетіндігін, және соңғысы қиямет сағатының қашан болатынын ешкім біліп болжай алмайды. Және бұл нәрсені ұйымдастырып осындай түрлі шараларға барып алдын ала қуаныш білдіру шариғи әбестік болып саналады. Екіншіден, бұл шариғатымызда айтылмаған, дінімізде бұйырылмаған бір жаңадан бір нәрсені істеу арқылы бидғат, яғни күнәға жол ашу деген сияқты үлкен қауіп келтіріп қалады. Үшіншіден, жаңағындай ешқандай пайдасы жоқ бекер мал шашпақ жасап ысырапқа жол берсе. Төртіншіден, сол дінсіз қоғамның әдетін жасау, соларға еліктеу сияқты адасушылыққа алып барады. Ал бесіншіден, ең маңыздысы да осы, бұл қазақтың ғұрып әдетінде аяғы ауыр келіншек барынша тіл көзден сақтанған және өзінің сол бір жағдайын әшкери етуді, жария етуді ұят санаған, әбестік санаған. Алла тағала баршамызды осындай түрлі пайдасыз істерден, түрлі азғын қоғамның жетегіне еріп кетуден сақтаған болсын. Уақит дауана